Ертеде өзен жағасындағы шағын қалада Айдар есімді бала тұрады екен. Ол өте қызық және әрқашан ерекше жерлерді армандайтын. Достары ғарыш немесе су асты әлемдерін армандағанда Айдар бәрі тәттіден жасалған елді елестетеді. Ол мұндай елде кәмпит алу үшін дүкендерге барудың қажеті жоқ. Өйткені ол ағаштарда өсетін және оны қалағаныңша жеуге болатынын ойлағанды ұнататын. Бір күні ерекше қарбалас күннен кейін Айдар төсекке жатып көзін жұмды. Оның тәтті арманның бейнелері оның басын айналдырды және ол осы ойлардан бас тартқандай сезінбестен ұйықтап қалды. Бірақ бұл жолы көзі жұмылған бойда ерекше бір нәрсені сезді. Айналадағының бәрі тып-тыныш болып, кенет ол карамель иісі аңқып тұрған жеңіл желді сезді. Айдар көзін ашып, алдында керемет көріністі көрді. Ол түрлі түсті бұлттарды еске түсіретін үлкен және жұмсақ зефирлер шашылған даланың ортасында тұрды. Олар оны серуендеуге шақырғандай желмен ақырын теңселді. Айналасының бәрі өз түсінде жүргендей көрінді. «Мен қайдамын?» деп таңдана сұрады Айдар жан-жағына қарап. Айналада ағаштардың орнына карамель кәмпиттері өскен, ал бұталар ашық қант жидектерімен жабылған шексіз кеңдіктерге созылған. Серіппелі зефирдей сезілген жұмсақ жерге Айдар алғашқы қадамын жасады. Ол бұл ерекше жолдың қайда апаратыны туралы қызықты болды. Ол дыбыстарды тыңдап алға қарай жүрді. Алыстан әлдебіреулер көңілді әуен ойнап тұрғандай тыныш қоңырау үні естілді. Айдар өзін сол жерде қандай ғажайып күтіп тұрғанын білуге үміттеніп, сол жаққа бет алуды жөн көрді. Сәл алға басып, айналадағы пейзаждың өзгергенін байқады. Енді оның алдында зефир алқаптарының орнына жасыл сағыз шөптерімен көмкерілген шоколадты төбелер созылып жатыр. Жаңа піскен какао хош иісі аңқып тұрды. Айдар төтеп бере алмады, төбелердің біріне жақындап, бір үзім жерді алып, дәмін татты. Бұл нағыз шоколад болды. Нәзік сүт шоколадының дәмі аузында балқып, армандарының дәл жүрегінде тәтті армандар елінде екенін түсінді. Айдар әр қадамына таңдана, қуанып алға қарай жүре берді. Көп ұзамай ол кәмпиттен жасалған жартастардың үстінен ағып жатқан шағын ағынға келді. Бірақ судың орнына какао қосылған қою сүт ағыс бойымен ағып жатты. Хош иісті және жылы, ол Айдардың назарын аударып, ақырын шуылдады. Ол еңкейіп қолымен біраз алып, дәмін татты. Сусынның дәмді болғаны сонша, Айдардың кеудесіне жылу тарағанын сезіп, жүзінен күлкі кетпеді. Бұл жерде тамаша, деп ойлады Айдар, бірақ мен қызық, мұнда басқа біреу бар ма? Кенет оның жанынан дауыс естілді, сәлеметсіз бе? Айдар жан-жағына қараса, қасында кішкентай қызды көрді. Оның көйлегі тәтті мақта кәмпитінен тігілген, қолында ол ашық түсті лолипоп ұстаған. Қыздың көздері жайдары ұшқындап, Айдарға қызыға қарады. «Менің атым Алина», деді қыз жақындап. «Мен бұл жерде көптен бері тұрамын, сен кімсің?» «Менің атым Айдар», деп жауап берді ол сәл ыңғайсызданып. «Мен мұнда жаңа келдім және мен мұның бәрі шындық екеніне әлі де сене алмаймын». Алина күлді. «Тәтті армандар елінде бәрі мүмкін». Айдар қуана келісті де, екеуі осы ғажайып дүниені тану үшін бірге жолға шықты. Ең алдымен Алина оны өзінің сүйікті жеріне қытырлақ вафлиден жасалған алып ағашқа апарды. Ол даланың үстінде көтеріліп, күн сәулесінде жарқырайды. Кәдімгі жапырақтардың орнына асыл тастардай жарқыраған түрлі түсті кәмпиттер өсті. «Бұл тілектер ағашы», деді Алина, «егер сіз кәмпит теріп, тілек айтсаңыз, ол міндетті түрде орындалады». Айдар таң қалып, байқап көрейін деп шешті. Ол мұқият бұтақтардың біріне қолын созып, кемпір қосақтың барлық түстерімен жарқыраған кішкентай кәмпитті жұлды.
көзін жұмып отырып, ол өзінің асыл тілегін жасады. Осы ғажайып елді ойнап, көңіл көтеретін достарын көбірек кездестіру. Лалипоп таң қаларлықтай тәтті болып шықты, дәмі Айдарды қуанышқа бөледі. Жақсы, сіз тілек айттыңыз ба? Деп сұрады Алина Айдар көзін ашқанда. Иә, мен тілек айттым. Деп күлді. Олай болса, алға қарай жүрейік. Олар сапарын жалғастырды. Көп ұзамай олар кәмпиттер мен тәттілерден салынған таңғажайып қаланың көрінісіне ие болды. Мұндағы үйлер пряниктер қабырғаларынан тұрғызылған, төбелері шоколад батондарымен безендірілген, ал терезелері сироппен жарқыраған. Кішкентай сағыз жануарлар көшеде жүгіріп, бір-бірімен ойнап, үйлердің арасында қуана секірді. Бұл кәмпит қаласы, деді Алина мақтанышпен. Бұл елдің ең мейірімді адамдары күн сайын осында мерекелер ұйымдастырып, барлығын дәмді тәттілермен сыйлайды. Айдар бұл қалаға тамсана қарады. Ол оның тұрғындарымен танысуға асық болды. Ал Алина екеуі көңілді жәрмеңке басталып жатқан бас алаңға барды. Айналада музыка ойнап, ауаны торттар, кондитер өнімдері мен карамельдің хош иісі биледі. Кенет оларға Айдардан сәл ғана бойлы, көңілді карамель гномы жүгіріп келді. Оның зефирден тігілген шағын қалпағы мен карамельден тігілген жарқыраған етігі болды. Сәлеметсіз бе? Гном көңілді амандасты. Менің атым Сладун, мен мұндағы көңіл көтеруге жауаптымын. Айдар қуана келісті, ал Сладун оларды шайнайтын мармеладтан жасалған үлкен каруселге апарды. Каруселдегі аттар шоколадтан жасалған, әрқайсысы жаңа ойыншықтай жарқырап тұрды. Айдар аттардың біріне мініп алды. Карусел айналаға ваниль мен какаоның тәтті иісін таратып, ақырын айнала бастады. Карусел тоқтаған соң, Айдар мен Алина ары қарай жүруді ұйғарды. Олар Кенди тауында аралап жүріп, кәмпит пен сағыздан жасалған гүлдермен көмкерілген үлкен шалғынға тап болды. Шалғынның ортасында су бұрқақ болды, бірақ одан судың орнына құлпынай шәрбаты ағып жатты. Бұл сиқырлы шалғын, деді Алина, мұнда демалып, тәтті құстардың әнін тыңдай аласыз. Олар су бұрқақтың жанында отырып, бір карамель гүлінен екіншісіне ұшқан кішкентай мармелад құстарын әуезді триллилерге толтырып жатқанын тамашалады. Айдардың өзін бақытты әрі тыныш сезінгені сонша, бұл жерден кеткісі де келмеді. Бірақ көп ұзамай ол аспанның түсі өзгере бастағанын байқады. Көктің орнына қызғылт түсті, ал жұлдыздар кішкентай алтын кәмпиттер сияқты жарқырайды. Алина, деп сұрады Айдар, мен мұнда қанша уақыт тұра аламын? Күнде түнде түс көргенде келуге болады, деп жауап берді ол күлімсіреп. Бұл ел сені әрқашан күтеді, өйткені ол сенің қиялыңмен жаралған. Айдар Алинаға қарап оның дұрыс екенін түсінді. Тәтті армандар елі жай ғана жер емес, бұл оның арманы, және ол әрқашан осында ойнап, қайта-қайта көңіл көтеру үшін оралады. Жақында кездескенше, Айдар, деді Алина жұмсақ мақта шөпте ұйықтай бастағанда. Ал есіңізде болсын. Армандар ғажайыптар әлеміне ашатын есіктер. Олар әрқашан сенімен бірге, тек сену керек. Келесі күні таңертең Айдар күлімсіреп оянды.